Шаңырақ пилоттық жобасы үй кезегінде тұрған азаматтарға несиені жылдық 5%, бастапқы жарна 10%, несиелендіру мерзімін 20 жылға дейін беруді қарастырған. Зайым алу үшін не істеу керек? Соңғы 6 ай ішіндегі отбасының әрбір мүшесіне келетін табыстың бір айлық көлемі 3,7 күнкөріс минимумнан 2021 жылдың көрсеткіші 34.302 теңге артық болмауы керек. Яғни 2021 жылы отбасының бір мүшесінің табысы 126.917 теңгеден аспауы тиіс. Баспананы Шаңырақ жобасының аясында салынған жаңа тұрғын үй кешендерінен де жеке құрылыс салушылардан да сатып алу мүмкіндігі қарастырылған. Кіріс ретінде не ескеріледі? Сіз негізгі кіріс көзі болған жағдайда несие ала аласыз. Негізгі кіріске еңбек немесе кәсіпкерлік қызметтен түсетін табыс жатады. Егер сіздің негізгі кірісіңіз жеткіліксіз болса, онда сіз қосымша табысты қосып есептей аласыз. Егер сіздің табысыңыз несиені өтеуге жеткіліксіз болса, онда сіз екі қосалқы қарыз алушыны тартуыңызға болады. Бағдарлама бойынша үйді қалай алуға болады? Баспана KZ сайты арқылы Шаңырақ бағдарламасы бойынша болып жатқан конкурсқа өтініш беру. Конкурс балдық жүйе бойынша өтеді. Ал бал сіздің үйге мұқтаж жан есебінде үй кезегіне тұрған уақытыңыз болып бекітіледі. Төлем қабілеттілігін бағалаудан өту. Тұрғын үй таңдау. Бұл кезеңде сіз конкурсқа өтінім берген сайт арқылы пәтер таңдауыңыз керек. Өзіңізге ұнаған қабатты белгілеуіңіз керек. Пәтер таңдауда басымдық балы жоғары салымшыға беріледі. Бастапқы жарнаны аудару. Ең төменгі бастапқы жарна зайым сомасының 10%-на тең. Сатып алу, сату, келісім шартын бекіту. Зайым алу. Банкке жылжымайтын мүліктің сатып алу, сату келісім шартын және жұбайыңыздың кепілге рұқсатын өткізгеннен кейін банк займы туралы келісім шарт бекітіп, халыққа қызмет көрсету орталығында немесе нотариуста кепілді тіркеу керек. Осыдан соң зайым беріледі. Өз пәтеріңізге көшіп кіру.